Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Үнді інжу сүңгуірі мұхит суына ептілікпен секірді. Оның ең жақын досы Дэвид Морс су бетінде оның қара басы қайта пайда болғанша қайықта оны күтіп отырды. Ол пышақпен теңіз ұлуының қабығын аршыды. Рамхау, сен расында да теңдесі жоқ сүңгуірсің. Мұндай інжу маржанның құны өте қымбат. Я, бұл інжу маржан жаман емес. Ал сен бұдан да жақсысын кездестіргенсің бе? Менің үйімде бұдан әлде қайда қымбатырақ інжу маржан бар. Менің ойымша, бұл інжу маржанның теңдесі жоқ. Сен тым сыншыл екенсің. Сен әрқашан Құдайың туралы солай айтасың. Әркім өзін жақсы адам деп санайды. Бірақ Құдай олардың шын мәнінде қандай екенін біледі. Иә, шынымен де. Бірақ ол әрбір адамға таза жүрек сыйлағысы келеді. Бұл Құдайдың сыйы. Түсінесің бе? Әңгімелесе жүріп, олар жағаға жетті. Дэвид, мұның бәрі тым қарапайым көрінеді. Бұл сыйлықты осылай қабылдау мен үшін ұят болар еді. Мен соған лайықты бірдеңе жасағым келеді. Ана жақтағы қажыны көріп тұрсың ба? Ол Калькуттаға дейін жалаң аяқ үшкір тастардың үстімен бара жатыр. Ал мен болсам Делиге дейін тізе бүгіп жорғалап барамын. Рамхау, сен не туралы айтып тұрсың? Бұл 1000 шақырым ғой. Ол жерге жорғалап үлгермей, қаныңа инфекция түсіп өлесің. Бірақ Дэвид Морс өзінің досын көндіре алмады. Арада бірнеше күн өтті. Рамхау, бұл сенсің бе? Кіре ғой. Дэвид, мен ертең қажылыққа барамын. Бірақ алдымен мен саған ұлым туралы айтуым керек. Сенің ұлың бар ма? Болған. Ол бүкіл теңіз жағалауындағы ең жақсы сүңгуір болған еді. Ол ең әдемі інжу маржанды тапқысы келді. Және ол оны тапты. Бірақ бұл үшін оған су астында тым ұзақ болуға тура келді. Көп ұзамай ол қайтыс болды. Мен бұл інжу маржанды саған беремін. Өйткені сен менің ең жақын досымсың. Ол сондай керемет, Рамхау. Оның теңдесі жоқ. Мен оны сенен тегін ала алмаймын. Мен ол үшін 10.000 рупий төлеймін. Оны сатып алуға болмайды. Егер ол қымбатырақ болса, мен ақша тауып төлеймін. Дэвид, бұл баға жетпес інжу маржан. Менің балам ол үшін өмірін қиды. Рамхау, білесің бе, Құдаймен де солай. Оның бізді құтқарғаны игі істермен де, қажылықпен де табылмайтын сый. Бұл Құдайдың сыйы. Өйткені Құдай ұлы, Иса ол үшін өмірін қиды. Оның берген сыйын қабылда. Мен енді түсіндім. Бұл үшін оның ұлы өмірін қиды. Я, мен құтқарылу сыйын қабылдағым келеді. Балалар, құтқарылу сендер үшін де Құдайдың сыйы. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.